Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Оңтүстік телеарнасында сот және қоғам телебағдарламасы. Сіздермен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Қабыл Дүйсенбей. Бүгінгі тақырып сот пен қоғамның қарым-қатынасы, коммуникациялық стратегия. Осы тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Ендеше көрермендерді студияға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Шымкент қалалық сотының бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды үйлестіруші судьясы Самат Мелдебекұлы Мырзахметов. Шымкент қаласының Әл-Піреби аудандық сотының бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды үйлестіруші судьясы Ғани Доғдырбайұлы Байарстан. Ардагер судьямыз Мейірхан Әмірұлы Әміров. Және Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды үйлестіруші судьясы Әбинұр Бердібекұлы Қарабаев. Сот пен қоғамның қарым-қатынасы қандай? Осы ретте біздің қазіргі ойымызға президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында айтылған халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аудандық және қалалық соттарда қалай жүзеге асыруда деген сұрақ туады. Жалпы қоғамдағы теріс пікірлерді азайту үшін сот жүйесі тарапынан қандай шаралар қолға алынуда? Міне осы бағытта Самат Мелдебекұлы, сіз не айтасыз? Рахмет сұрағыңызға. Қоғамның сот жүйесіне деген сенімін арттыру біздің бірден бір басты мақсаттарымыздың бірі болып табылады. Ол күн тәртібінен ешқашан шығарылған емес. Қоғамның сот жүйесіне деген сенімін арттыру біздің басты мақсаттарымыздың бірі болып қала береді. Бұл мәселе күн тәртібінен шығарылған емес. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін былтырғы жылы жоғарғы сотта коммуникация орталығы ашылды. Бұл орталық соттардың баспасөз қызметтерінің жұмысын үйлестіріп, ақпарат кеңістігіне үнемі мониторинг жүргізуде. Сондай-ақ олар сот төрелігіне қатысты өзекті мәселелерді қоғамға түсіндіріп отырады. Олар осы желілерде қызу талқыға түсіп жатқан сот төрелігіне қатысты өзекті мәселелер жөнінде түсіндірмелер береді, қоғамға заңнама нормаларын түсіндіріп отырады. Қазіргі таңда қоғамның қызу пікірін туғызатын істер бойынша брифингтер өткізу үрдісі қолға алынып, бұл жұмыстар өзінің тиімділігін көрсетуде. Содан бері теріс пікірлер азайды деп те сеніммен айтуға болады. Бұның барлығы қоғаммен кері байланыс жасауға өзінің септігін тигізуде. Рахмет. Келесі Ғани Доғдырбайұлы, сіз осы бойынша жалғастырсаңыз. Рахмет сұраққа. Енді тақырыптың өзі баста тұжырымдаманың өзінің тақырыбы айтып тұрғандай, президенттің өзінің тікелей бастамасымен халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы тікелей айтып тұр. Бұл не дегеніміз? Бұл дегеніміз жалпы барлық бағыттағы халықпен, қоғаммен тығыз байланысты жұмыс жасаудың белгісі болып табылады. Яғни экономикалық тұрғыда, саяси тұрғыда, әлеуметтік тұрғыда, оның ішіндегі жаңағы құқық органдары саласындағы сот билігі саласында да әр билік, әр тармақ, әр мемлекеттік органдар болсын, осы халыққа жақын болып, халықтың жаңағы қандай проблемалық мәселелері бар, қандай бағытта жұмыс жасау керек, қалай жақын болу керек, ол азаматтарымыздың қоғамның қандай жағдайда өсіп өнуіне, жақсы жолға түсуіне, жақсы қоғамдық осындай қоғам құру бағытында жұмыс жасау тапсырылған. Сол аясында, осы тұжырымдаманың аясында өзіміздің жоғары соттың бастамасымен, қалалық соттың бастамасымен көптеген іс-шаралар жұмыс жасалып жатыр. Ол жаңа әріптесім айтып өтті. Соңғы кездері, соңғы жылдары біз тікелей соттың өзінің көптеген орталықтар ашылып, жаңағы
судьялар бекітіліп, біздің жаңа соттың мамандары да тікелей байланысқа шығып, қоғаммен, сотпен, төртінші билік деп атап өткен бұқаралық ақпарат құралдарымен тікелей байланыста болып, осы қазіргі болып жатқан туындаған проблемалық сұрақтар, істер болсын, басқа да жағдай болмасын, тікелей байланысқа шығып, олармен бірге бірлесе шешіп, бірлесе осы болашақта сот билігіне деген жаңағы азаматтарымыздың жалпы сот билігіне деген сенімін арттыру мақсатында өздеріне қажетті сұрақтар болсын, соларды шешу жолында жұмыс жасау болып табылады. Дұрыс Басты екен. мақсаты. Айбынұр Бердібекұлы, жалпы сіздің сотта осы шын мәнінде ауыр істер қаралады, қаншама оған сұраныстар болады. Негізінен шындығын айтқанда қоғамның қызығушылығын тудырған резонанс істері ғой. Соның бір 90% сіздерде. Сіз не қосасыз? Әріптестермен толық келісем. Брифингте не себептен сондай шешім қабылдағаны туралы түсіндіреміз. Одан бөлек қазіргі таңда әр соттың актісі бойынша судья міндетті түрде сот актісін шығарған кезде сот актісін мәнін түсіндіріп беру керек. Не үшін ондай үкім шығарғанын тараптарға түсіндіріп береді? Түсіндіріп береміз. Енді үкім болсын, шешім болсын азаматтық іс бойынша не себептен ондай шешім қабылданғаны, яғни қандай заңға сүйенгеніміз, немен дәлелденетінін түсіндіріп беретініміз. Одан бөлек келіспеген жағдайда оған қалай шағым келтіру керек екенін түсіндіріп береміз да. Осы салдарынан түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқасында қоғамның сотқа сенімін арттырамыз деп ойдамыз. Рахмет. Мейірхан Әмірұлы, өзіңіз көп жылдар бойы аудандық сотта, облыстық сотта қызмет атқардыңыз. Енді зейнеткерлікке шыққаныңызға да құрмет демалыста 7-8 жыл болып қалды. Соған қарамастан әлі де әйтеуір өзіңіз соттармен байланысын үзген жоқсыз. Жалпы енді сіз енді сырт көз деп айтуға болады ғой. Сіз не қосар едіңіз, Мейірхан Әмірұлы? Енді жаңа бірінші сұрағыңыз бойынша мен айтар едім, соттар үлкен жұмыс жасап жатыр. Жергілікті соттар. Әлбетте. Тек қана біздің Шымкент қалалық сот емес, Елімізде. басқа облыста, елімізде жоғары соттан бастап үлкен жұмыс жасап жатыр. Мен жаңағы әлеуметтік желіде өзім Фейсбукте парақшам бар. Білеміз. Содан білем да, соттардың жаңағы қылмыс болсын, азаматтық іс болсын, бір жаңағы дау-дамай көбейіп кеткен жағдай болғанда, бір ел жұрт шулаған кезде де соған біздің судьялар нақты жауап беріп жатады. Дер кезінде. Дер кезінде бәріне жауап беріп, газеттерде жазып, жария жасап, түсіндірме жүргізіп жатады. Мен өзім соны анализ жасап, былай байқағаным, соттан басқа, мен оны ашық айтамын, соттан басқа осы құқық қорғау органдары дейміз ғой, ешқайсы біз сияқты елге, жұртқа болған нәрсені өзімізді қарап жатқан істеріміз болсын, басқа заңды түсіндіру басқалар жүргізіп жатқан жоқ. Сіздер өздеріңіз кеше ғана көрдіңіздер, мынау жаңа әкімшілік сот қабылданды ғой жаңа. Әкімшілік процестік кодекс. Соны қандай түсіндіріп жатыр қазір? Ол 1 шілдеден бастап енеді. Соға дейін жаңа жылдан бастап соны түсіндіру жүргізіп жатыр. Ашық жариялап жатыр. Ел білсін, көрсін деп жатыр. Келешекте ол біздің азаматтар бәрін біле бермейді ғой. Қазірден білсе, ол ертең сол жерде көрсетілген, айтылған нәрсенің бәрін біліп жүреді. Қалай сотқа баратын жобасын біліп жүрген. Ол жақсы нәрсе ол. Бір сөзбен айтқанда, соттар халық үніне құлақ асып отыр деп тұжырымдауға болады. Атқарылған жұмыс аз емес. Аз емес, өте көп. Бәрекелді. Өте көп. Ендеше рахмет сендерге. Осыған байланысты бір бейнеролик бар екен, жоғары соттың түсірген. Соны көріп тамашалайық. Наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию слышащего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. Только путем постоянного диалога власти и общества можно построить гармоничное государство,
2020 жыл Қазақстанның сот жүйесі үшін халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы аясында сапалы коммуникация жылы деп жарияланды. Ақпараттық түсіндіру жұмысын күшейту мақсатында жоғарғы сотта коммуникация орталығы құрылды. Оның құрамына соттардың тәжірибелі судьялары мен баспасөз хатшылары кірді. COVID-19 пандемиясының алғашқы күндерінен бастап Қазақстан соттары жаңа жағдайға бейімделді. Азаматтардың сот арқылы қорғалуы бойынша конституциялық құқығына және процеске қатысушылардың денсаулығын сақтауға басымдық берілді. Соттар азаматтарды татуласуға үндей отырып, электронды сот ісін жүргізудің артықшылықтары мен IT-сервистер туралы ақпарат таратып, кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Егер пандемияға дейін күніне 110 процесс бейне байланыс арқылы өтсе, бүгінде олардың саны 4,5 мыңға жетті. Соттар алғаш рет істерді жаппай қашықтан қарай бастады. Туындаған техникалық ақауларды жою үшін IT мамандар тәулік бойы жұмыс істеді. Әріптестерінің сырқаттануына байланысты судьялар мен мамандардың жүктемесі бірнеше есе артты. Мәселен, бір судья күніне 40-қа жуық істі қарауы мүмкін еді. Осынау қиын кезеңде жоғарғы сот істердің сапасын арттыруға бағытталған қызметін бір сәтке де тоқтатқан жоқ. Жоғарғы сот төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты сот практикасының жекелеген мәселелері бойынша түсіндірмелер қабылдады. Бұған қоса қылмыстық, азаматтық және әкімшілік заңдарға енгізілген түзетулердің негізгі қағидалары жан-жақты түсіндірілді. Іс жүргізу тілін жетілдіру мақсатында мемлекеттік тілдегі сот актілерінің үлгілері жинағы шығарылды. Сот жүйесі туралы өзекті ақпарат ұсынатын Қазақстанның сот төрелігі ахуалы, үрдістері мен келешегі атты жинақ әзірленді. Ол мерзім сайын жаңартылады. Жинақ сот жүйесінің ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған. Заңгерлер көтерген өзекті мәселелер бойынша жетекші ақпараттық порталдарда кең көлемді сұхбаттар жарияланды. Судьялар қауымдастығы үшін маңызды оқиға судьялар съезі өтті. Мемлекет басшысы қатысатын мұндай құрылтайлар 4 жылда бір рет өтеді және сот жүйесінің дамуы үшін айрықша стратегиялық маңызға ие. Өткен жылы судьялар съезі онлайн форматта өтті. Әлемге тараған індет кезінде еліміздің сот жүйесі күрделі сынақтан өтті. Карантинге қарамастан азаматтардың құқықтары мен бостандығын қамтамасыз ету мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ. Біз сот процесін ақпараттық технологияның арқасында қашықтан жүргізу форматына жедел көшірдік. Бұл ұтымды әрі оңтайлы шара болды. Коммуникация жылы күрделі жағдайда өтті. Сот төрелігінің ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету үшін соттар күнделікті жұмыста бар күшін салды. Сот ақпараты күн сайын 2000-нан астам аккаунтта жарияланады. Сот өкілдері азаматтардың сұрақтарына жауап береді және заңдарды түсіндіреді. Халықпен кері байланыстың заманауи тәсілдері енгізілді. Тікелей эфирде брифинг өткізу жаңа үрдіске айналды. Брифингтің тақырыбы нақты істің қоғамда қызу талқылануымен байланысты. Сот актісін істі қараған судьяның өзі түсіндіреді. Коммуникация орталығы өзекті тақырыптар бойынша заңгерлермен, журналистермен және блогерлермен сарапшылық кездесулерді ұйымдастырып келеді. Сапалы коммуникация жылы нәтижелі өтті. Сот жүйесінің өкілдері азаматтармен өзара іс-қимылдың жаңа тәсілдерін меңгерді және жұмыстың бұл форматы алдағы уақытта да жалғасатын болады. 2021 жылды жоғарғы сот төрағасы болжалды сот төрелігі және әкімшілік әділет жүйесін енгізу жылы деп жариялады. Бейнероликті көріп тамашаладыңыздар. Осы ретте өздеріңізге белгілі 2020 жылды жоғарғы сот сапалы коммуникация жылы деп жариялады. Соған байланысты атқарылған жұмыстарға тоқтала кетсеңіз. Онда кімнен бастайық? Ғани Доғдырбайұлы. Енді үлкен аудан, судьялары көп, қарайтын істері де көп. Осы бағытта айтып жатыр ғой, жақсы жұмыстар атқарылды деп. Соған тоқтала кетсеңіз. Рахмет сұраққа. Әріптестер айтып өтті жаңағы, өзіміздің ардагер судьямыз да айтып өтті. Соңғы жылдары жоғарғы сот тарапынан да, сот тарапынан да, қалалық сот тарапынан көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Енді оны жасырын емес, оны халық, бұқаралық ақпарат құралдары бәрі қоғам біліп отыр. Теледидар арқылы, радио хабарлар арқылы, жаңағы газет журналдар арқылы, басқа да қазір интернет портал арқылдары барлығы сот, жоғарғы сот ашықтық принципін ұстаған. Сот төрелігін жүзеге асыру барысында ашықтық принципін ұстап отыр және де соттан тыс уақытта да барлық жұмысын, өзінің атқарып отқан жақсы жұмыстарының барлығын ашықтық принципінде халыққа, елге, қоғамға жеткізіп отыр. Оны бәрі көріп, біліп отыр.
енді мынау әл фараби соты білесіздер, шымкент қаласының әл фараби соты қалалық орталықта орналасқан. Барлық құқық органдарының осы біздің әл фараби аумағында орналасқандықтан көптеген қылмыстық істер бойынша қоғамдық қызығушылық тудыратын істер көп қаралады. Сыбайлас жемқорлық санатындағы басқа да қылмыстық санаттар бойынша олар барлығы қаралып, енді сот төрелігі жүзеге асырылып, өзінің тиісті сот актілері шығарылуда. Бірақ қандай да жаңағы қылмыстық істер қарау барысында, азаматтық істер қарау барысында оны алдын ала қоғамдық қызығушылық танытатын болса, оны біз жаңағы тізімге енгізіп, кейін үкім шығып жатқан кезде төрағалық етуші судья өзі түсіндіреді үкімнің мәнін, қандай, не үшін осындай сот актісін шығарған. Одан кейін жаңағы төрағалық еткен судья немесе үйлесуші судьямызда брифинг өткізіп, арнаулы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін шақырып, интернет порталы өкілдерін бәрін шақырып, жаңағы брифингті өткізіп түсіндіріп жатқан жағдайлар көп. Оның барлығы қазір закон KZ дейміз, Тенгриньюс, басқа да мынау Нұр KZ деген интернет порталдарымыз бар, газет журналдарымыз бар, барлығы жазып айтып жатыр. Соңғы уақытта көптеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыс айтып жатыр, естіп жатсыздар, көріп жатсыздар. Енді мынау Гончаровқа қатысты мынау жаңағы 4 сотталғанға қатысты 600-ден астам жәбірленуші болған іс. Азаматтарымыздың барлығы осынау алаяқтық қылмысы бойынша 4 азаматшалар сотталды, сол өзінің үкімін алды. Үлкен іс 9 айға жуық қаралған, 600 жәбірленуші, оңай іс емес. Оның барлығы айтылып, осы мынау жаңағы халыққа жеткізіліп, оны жасыратын ештеңе жоқ, ашық түрде ұсталып отыр. Брифингке өзі барып қатыстым. 668 жәбірленуші, соларға қатысты бірнеше миллиондаған қаражатты олар жаңағы жұрттан алып, осы өтейміз, емдейміз деген, бірақ ол болмаған. Міне сол кезде шын мәнінде кері байланыс орнады. Алдымен жаңағы олардың барлығын енді пандемияға байланысты бірнеше залдарға бөліп, барлық жерге арнайы осындай экрандар қойып, сол жерден жаңа судья түсіндірген кезде басқаларына өзі барып түсіндірді. Осындай бақылаудардың бәрі қатысты. Біз оларға ешқайсысына яғни кірмеңдер, келмеңдер деген жоқпыз. Жалпы қоғамға кері байланысын орнап, жәбірленушілер өздері қатысып, рахмет. Ал енді осы ретте Самат Мелдебекұлы, сіз не қосасыз? Жаңа әріптесім айтпақшы, бұқаралық ақпарат құралдарымен тұрақты түрде әріптестік байланыс орнатып, біз сот жүйесі ақпараттармен дер кезінде бөлісіп отырғанымыз жасырын емес. Бұл деген бұған дейін айтылған қоғаммен кері байланыс жасаудың бірден бір тетігі деп айтуға болады. Былтырғы жылы коммуникация жылына байланысты біздің қалалық сотта тағы да 16 адам, 16 судья осы өздерінің аккаунттарын ашып, парақшаларын сөйтіп, Фейсбукте біздің жұмысымыз бұрынғыдан да белсенді жақсара түсті. Осыған байланысты Айбинур Бердібекұлы, сіз де айта кетсеңіз. Айта кететін жай, біздің сотта, мамандырылған қылмыстық сотта аса ауыр қылмыстық істер қаралады. Бізде штатымызда 3 ақ судьямыз. Төрағамен қосқанда? Төрағамен қосқанда 3 ақ судьямыз, бірақ барлық судьялардың атынан жеке парақша ашылған. Әрқайсысы өздерінің жеке парақшасын ашқан. Facebook желісінде. Сонымен қатар соттың атынан да сот кеңсесі. Сот кеңсесі атынан да парақша ашылған. Сол парақшаларда біз сотта қаралған істер бойынша мәлімет береміз, түсіндірме береміз. Бірнеше қоғамдық пікір туғызған істер бойынша брифинг өткіземіз. Ең көп брифинг сіздерде өтіп жатады. Мысалға, журналистер келген кезде оларды, егер қазір пандемия кезінде оларды енді залға кіргізе алмаймыз, залға 1-2 оператор кіргіземіз, қалған журналистерді бөлек залға кіргізіп, мынау бейне конференция байланыс арқылы сол сот залында не болып жатқан бәрі көріп отырады, түсіре береді. Яғни үкімді жариялаған кезде. Үкім жарияланған кейін міндетті түрде брифинг өткізіледі. Брифингте қандай жаза тағайындалған, қандай қылмыс жасаған, не үшін ондай жаза тағайындағанымызды түсіндіріп беруге тырысамыз. Сізді мынау әлеуметтік желідегі азаматтар сізді жақсы таниды. Осы жақында алқабилер туралы бір пост шығардыңыз. Енді осының барлығы сол жұртқа кішкене соттың жұмысын түсіндіру болып табылады деп ойлаймын. Енді осы ретте Мерхан Әмірұлы, қосарыңыз бар ма сіздің? Мен қосқанымда айтар едім, жаңада айтып кеттім ғой, енді соттардың жұмысын көрсетіп жатсыздар. Жұмыс істеп жатқан жұмыстардың бәрін мен тағы айтып кетейін. Басқа осы әлеуметтік желіде басқа мекемелерден, басқа құқық органдарынан
соттар сияқты көрсетіп жатқан ешкім жоқ. Сіз енді мына баға салыстырмалы түрде беріледі. Иә. Егер салыстыра қарағанда, ондайлар мен оқыдым. Бірнеше мәрте жазып жатты, енді Иә. басқа құқық қорғау органдарына қатысты. Солардың жанында соттар өте белсенді. Белсенді. Рахметімді айтып, ризашылығын білдірген өз көзіммен көрдім. Өте, сонан кейін мынау заңды түсіндіріп, сіздер заңды да түсіндіресіздер ғой. Заңды. Ал мен білетін болсам, Қазақстан Республикасы прокуратура туралы заңның 25-ші бабында көзделген заңды прокурор түсіндіру керек. Дұрыс Елге прокурор түсіндіру керек. Біздің соттар түсіндіреді. Себебі жауапкершілік бізде көп. Соңғы қандай іс болсын, қандай бір үкім болсын, шешім болсын, соңғы нүктені қоятын сот. Соған байланысты біз алдын ала ол азаматтарды болғаннан түсіндірген ол зияны жоқ оның. Ол да дұрыс деп ойлаймын ол. Өте жақсы нәрсе. Сөзіңіз аузыңызда өткен бір съезде елбасымыз ертеректе жалпы осы заңдар түсіндіруге байланысты айтып өтті. Бүкіл қаражат әділет министрлігіне бөлінеді екен. Бірақ елбасы айтты, жалпы деді, ең заңды жақсы білетін, жақсы түсіндіретін судьялар. Сондықтан да мен сіздерге сенім артамын. Бірақ ана қаражат тиімді осыған байланысты қолданылса екен деп айтты. Бірақ сотқа бөліп жатқан қаражат жоқ. Қаражат болмаса да біздің судьялар, әсіресе кешегі әкімшілік рәсімдік процесс кодекске байланысты. Енді мен бүгін қарап шықтым. Осы 7-8 айдың ішінде 50 материал шыққан екен. Енді ол әрине телерадиоға берген сұхбат, басылымға жазылған мақала, жазылған пост, одан өзге тағы да бір 20-дан астам кездесулер, мәжілістер, семинарлар өткізген екен. Соның арасында әкімшілікке де бардық, әкімдіктің де азаматтары келді, жақында сол әкімдер келді. Сол жерде қалалық соттың төрағасы Ерол Мұқажанұлы өзі осы заңды жан-жақты түсіндіріп өтті. Ендеше жалпы Facebook әлеуметтік желісінде мысалға сот жүйесі атынан ашылған топтар бар. Жаңағы смарт сот, IT, правосудие KZ деген. бүкіл еліміз бойынша. Еліміз бойынша сол жерде әртүрлі сауалдар көтеріліп жатады. Оны мынау біздің қорғаушылар, адвокаттар жақсы біледі. Ол ресурспен күнделікті пайдаланылып жатыр. Сол жерде мүмкіндігінше жылдам ақпарат алуға мүмкіншілік бар деп айтуға болады қазір бүгінгі таңда. 2000 жылдардың басында мен ақпарат министрлігінде қызмет істедім. Осы облыстағы ақпарат және қоғамдық келісім басқармасында. Сонда министр айтқан еді, жалпы 21 ғасыр ақпарат ғасыры деп. Оның ішінде ғаламтор, интернет, шынында да біз соған дендеп ендік. Оның барлығын игере бастадық. Самат Мелдеуұлы айтқандай, шынында да бізге смарт соттан күн сайын ондағы сұрақтар түседі. Дер кезінде біздің мамандар, судьялар оған жауап беріп, тіпті жаңағы аламай жатқан істері, көрілмей жатқан материалдары, енді ол техникалық себептер байланысты ғой. Әйтпесе тағы да мен келіп отырмын, процесс қашан болады дейді. Процестің барлығы уақытылы болып жатыр. Оның барлығы бізде аудио бейне тіркеу арқылы бақылауда. Онда біз келесі сұрағымызға жалғасайық. Негізі мынау біздің өзінің соттар және сот жүйесі туралы Конституция заңына сәйкес судья өндірісіндегі болған іс бойынша ешкімге ешқандай түсіндірме беруге міндетті емес. Бірақ оған қарамастан біз қоғамдық теріс қоғамдық пікір болмас үшін әр соттың үкіміне, шешіміне түсіндірме береміз. Енді мына сот пен бақтың өзара байланысы қандай деп ойлайсыздар? Осыған тоқтала кетсеңіздер. Енді халық бәрі біліп отыр, өзінің бағасын беріп жатыр ғой. Енді қазір айтсақ, енді өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Коммуникация орталық жұмыс істеп жатыр, өзің айтып өттіңіз. Әрбір үйлі судьяның өзінің аккаунты бар Фейсбукта, және де соттың өзінің сайты бар. Басқа да қазір соттардың телефондары, нөмірлері, жаңағы кеңсенің барлық ақпараттық жаңағы жарияланып тұрған. Кез келген азаматымыз сотқа қатысты өзінің жаңағы қылмыстық іс болсын, азаматтық іс болсын, қандай да бір сұрағы болатын болса, оны алуға ешқандай қазір кедергі жоқ. Телефон арқылы да, әлеуметтік желі арқылы да оған соттар тарапынан барлығы жағдай жасалып, тиісті уақытылы беріп жатыр, уақытылы жауап беріліп жатыр, тікелей байланысқа шығып жатырмыз. Енді біздің азаматтарымызға айтайын дегеніміз, енді соттың тарапынан барлық жұмыстар жасалып жатыр, барлық деңгейдегі соттар тарапынан. Енді бір ғана мәселе, осы жаңағы азаматтық кодексінде заңда айтылды ғой, азаматтарымыз өзінің құқығын кері пайдалануға болмайды. Қандай да әрекет жасаған кезде әділеттілік, парасаттылыққа
бейімделуі тиіс деп ол заңда жазылған. Сол себепті мен айтайын дегенім осы азаматтарымыз өзіндік бір ұстанымын әділетті парасат ұстаса деген ой кері пайдаланып, кейбір азаматтарымыз бар жаңағы енді дұрыс сұрақтар қоймайды, фейсбукқа жазып дұрыстар әрекеттер жаңағы мәліметті бұрмалаушылыққа жол беріп жатқан кездер бар. Оны бір мәлімет бұрмалаушылыққа жол берілсе, оны басқа азаматтарымыз аккаунтта олар дұрыс түсінбей қалып, соттың жұмысы теріс пікір қалыптасудың мүмкін жағдайы болады. Сол себепті мен айтайын дегенім, жалпы қандай жағдай болмаса да әділеттікке, парасаттылыққа шақырамын. Қалалық сотта наурыз айының басында біз сот пен бақтың байланысы туралы семинар тренинг өткізген едік. Соны бір көрейік, көріп тамашалайық. Өзге де ақпарат. Судьялар мен журналистер семинарда бас қосты. Басқосуда сот пен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің өзара байланыс мәселесі талқыға түсті. Айта кетейік, жоғарғы соттың төрағасы Жақып Асанов 2020 жылда сапалы коммуникациялар жылы деп жариялаған болатын. Осыған байланысты өткен жылы судьялардың басым бөлігі әлеуметтік желіге тіркеліп, қызметтің ашықтығын қамтамасыз етуге кіріскен. Бұл тұрғындармен кері байланыс орнатып, соттарға деген сенімді арттыру үшін жасалған нақты қадам дейді Шымкент қалалық сотының бөлім басшысы Қабыл Дүйсенбей. Бізде 90-ға тарта судьялар бар. Соның тек қана елден астамы ғана өздерінің Фейсбукте аккаунт парақшаларын ашқан екен. Ал былтырғы жылы соның саны 72-ге жетті. Тағы да бізде 16 судья, оның ішінде алқа төрағасы да бар, бірқатар төрағалар да бар. Өздерінің осы аккаунттағы парақшаларын ашып, сөйтіп белсенді түрде әлеуметтік желіде посттар жариялап, және де басқа да кейбір мәселелер бойынша оны таратып, осы бағытта жұмыс істеп келе жатыр. Шымкент қаласының соттар әкімшісі де бұл мәселеге өте белсене атсалысып, былтыр 240-тан астам пост жарияланды. Ал енді тек қана осы біздің судьялардың тарапынан өткен жылы 220 пост жарияланған. Дегенмен негізсіз айтылып жатқан сындар болады, кейбір кезде артық мәселелерге кетіп қалады. Ертерек қаралып кеткен кейбір істерді сол кеше қаралғандай, осы сол аптада қаралғандай етіп жазады да, одан кейін бүкіл ел дүрлігеді, оны оқиды, сөйтеді, кейін олардың барлығы дұрыс түсінбей қалады. Ал ол кей кездерде бір жыл ерте қаралып кеткен істерді де жазып жатады. Енді оның атын айтып түсіндірмей қояйын. Дегенмен де былтырғы жылы біз өзіміздің тарапымыздан осы Шымкент қаласы соттарында қаралған азаматтық, қылмыстық және әкімшілік істер бойынша, оның ішінде қоғамның қызығушылығын тудырған істер бойынша біздің тарапымыздан 29 брифинг өткізілді. Жалған жала жабу адамның ар-намысына, абыройына кері әсерін тигізіп, құқығына нұқсан келтіретін кез келген ақпаратты тарату заңмен қудаланады. Судьялар бұл бағытта қылмыстық кодексте 4 бап бар екендігін жеткізді. Сондықтан сотқа қатысты жаңалықтарды жарияға жар салудан бұрын оның дұрыс немесе бұрыс екеніне аса мән берген жөн. Ал жұрттың қызығушылығын тудырған істер бойынша нақты мәліметтер дер кезінде таратылып, арнайы брифингтер өткізіледі дейді судьялар. Біз енді мына бағдарламаны қорытындылайық. Бір ауыз сөзбен айтқанда, Мерхан Әмірлі сот пен бақтың байланысын өздеріңіз айтып отырсыз. Осы міне, бірінші. Бүгін осы келіп, осындай сұхбат беріп, түсіндірме жасап жатқанымыздың өзі осы байланыстың бір түрі. Газетті, теледидарды көрсең, көп мәселе, сот жөнінен мәселелер, мақалалар, түсіндірмелер жазып жатыр. Ойлаймын, ол жақсы өте байланыс деп ойлаймын. Кейбір журналистер немесе блогерлар қылмыстық іс бойынша шығарылған шешіміне дұрыс баға бермейді. Олар да бере алмайды дұрыс бағаны. Мысалға, адам өлтірді деп айтылса, оған мысалы сот 10 жыл берді да, жаза ретінде 10 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған. Олар бұрмалап жазған кезде ақпаратта, адамдарда, яғни қоғамда сұрақтар пайда болды. Неге аз берді, неге 20 жыл бермейді, неге өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындамайды оған деп. Енді бізде судьялар мына жылдарды, яғни мерзімді аспаннан алып тағайындамайды ғой. Қылмыстық кодекс бар. Қылмыстық кодексінде бәрі жазылған, яғни ережелер бар. Қай бап бойынша, қай қылмыс бойынша қандай жаза тағайындалатын. Мысалы, 99 бабының бірінші бөлігімен жазасы 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалады. Одан бөлек мына қағидалар бар. 55-ші бапта мысалға, егер мына сотталушының ауырлататын, қылмысты және жазаны арылататын мән-жайлар жоқ болатын болса, және
керісінше жазаны жеңілдететін мән жарал болған жағдайда аса ауыр қылмыстар бойынша жаза ең жоғарғы мерзімнен 4-нен аспау тиіс. Егер мысалы 15 жыл болатын болса, ең жоғарғы жаза, біз 3-4 ол 11 жыл 3 айдан аспау тиіс жаза. Одан бөлек жаза тағайындаған кезде ауырлататын жеңілдететін мән жаралға қараймыз. Жалпы сіздер заң шеңберінде әрекет етесіздер, соған сәйкес сот актісін шығарасыздар, ал сот актісіне баға беретін тек қана жоғары сатыда тұрған сот қана. Оған ешкімде баға бере алмайды, және оған араласпау керек, ол енді заңға сай келмейді. Заңдарды сот қабылдамайды ғой. Заңдарды парламент қабылдайды. Яғни сұрақ парламент қабылдағаны біз міндетті түрде оған бағыну керекпіз. Заңда қалай көзделсе, біз сондай жаза тағайындаймыз. Ендеше мына бүгінгі сот және қоғам бағдарламасын аяқтар алдында заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов айтқан екен, сын шын болсын, шын сын болсын деген. Әрине, ондай сын болса оны бәріміз мойындаймыз. Ол заңды да, сонымен қатар жалпы халықта бұрыннан келе жатқан сөз бар. Ашықтық болған жерде әділдік болады дейді. Ендеше мына соттарымыз ашық, жариялы және қолжетімді екендігі рас. Ал ардақты ағайын, осымен сот және қоғам бағдарламасын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.